Жұмақтағы хор қыздары. Жұмақтағы сұлулықтары бір-бірінен асатын хор қыздары бар. Олардың сұлулығы соншалық, олардың біреуінің бір тал шашы жерге түсер болса, дүниеде ол шашқа таласып үлкен соғыс басталар еді. Жұмақтағы еркекті 40 хор қызы күтіп алады. Бірінші хор қызы оған қарап, «Жүр, біз сені келіншегіңе алып барамыз» дейді. Бұрын-соңды бұндай сұлулықты көрмеген жігіт, «Жоқ, керек емес. Мен бұрын сендей сұлу ешкімді көрген емеспін. Әйеліммен дүние өмірін бірге сүрдім. Менің сенімен қалғым келеді». Хор қызы оны екінші хор қызына жетектеп алып барады. Ол біріншісінен де сұлу болып шығады, нәтижесінде жігіт онымен қалғысы келеді. Бірақ оны хор қызы өзінен де сұлу болған үшіншісіне алып барады. Сосын хор қыздарының сұлулықтарына ес-түссіз ғашық болған байғұс жігітті 40-шы хор қызы жетектеп алып, «Міне сенің келіншегің» дейді. Еркектің алдында жап-жас, сұлулығы барша, 40 хор қыздарынан алдеқайда асып түсетін келіншегі тұрады. Оның бет-жүзі, бүкіл денесі нұрланып тұрады. Мұндай сұлулықтан еркектің тілі сөйлеуге келмей, зорға тілі қатады. «Жоқ, бұл менің келіншегім емес. Мына жап-жас сұлу қыз менің келіншегіме мүлде ұқсамайды». Сосын хор қыздары оған қарап, жақсылап қара. Алла оны ұятты жерлерін, ол тиым салған жерлерін орап жүргендігі үшін марапаттады. Оның күйеуі жалғыз сен ғана оның сұлулығымен рахаттану құқығына ие болғаның үшін. Аллах келіншегіңнің сырт келбетін қайта жаратты.